Сәлем көрермен, менің Америкадан влогыма қош келдің. Бүгінгі влогта мен сіздерге өзімнің күнімді қалай өткенімді көрсетемін. 4 маусым күні қазақстандық боксерлар Америкаға бір бой үшін келді. Соларды қолдап, біздің штаттағы барлық қазақтар болып жиналып, оларға демеу беріп, сол боксқа келдік. Қазақстандық боксерлар уже алаңға шықты. Біздер мұнда не айтарымызды білмей жатырмыз. Ешқайсымыз не шарим. Бүгінгі боксерлардың несі, списогі. Вот Қазақстан. Өзі 4 қазақстандық боксерлар келді. 4-еуі де жеңді, прикиньте. Біз қатты мақтан тұттық. Оказывается, біздің штатта қазақтар көп екен, артында бәрі қазақтар. Бұл по идее соң емес. Осы күрес өткен жерден жанында парк бар. Соған барлықтарымыз жиналып, осылай өзіміздің жеңісімізді өзіміз тойладық. Мұнда өздерінің бір-бірінің туыстарын тауып жатыр. Ал бұл су Дасани деген. Дәл осы күн алдын біздер осы су жайлы видео көргенбіз, что ол зиян деп. Дасани. Өте жайлы отырыс болды. Бәріміз бір-бірімізбен танысып, күшті болып, бізге сосын осындай сарқыт беріп жіберді. Сосын боксерларды күшті қылып шығарып салдық. Солай бүгін күніміз аяқталды. Кейін біз өзіміздің штатымыздың астанасына, яғни Сент-Пол атты қаласына бардық. Ол өте әсем қала. Кейін бізді Әйгерім әпкеміз осындай ресторанға апарды. Бұл жақтың аспазы, орыс аспазы, яғни кәдімгідей беляши, сондай бізге таныс заттар, тағамдар сатылады. Еще бұл жерде орыс әндер қойылады. Біз бүгін американский банкта өзіміздің счетымызды и карточкамызды аштық. И бізге всякие вкусняшки, мынандай заттар всякие берді. Вообще күшті болып қайттық. Бүгін біздер тайский ресторанчиктамыз. Вот. И на жақта... Нет. Сифуд. Морепродукты. Мында салат. Мукбанг. Миди. Оны обязательно былай аласың. Креветка. Жеп педің? Жоқ, но білемін қалай жеу. Құйрығын аласың ұмытпай, иә? Чуть такой. Ну, бәрін көр. Что тут вот это вот? Что это такое? Это, кажется, не знаю. Это как, типа, не помню. Прикольно, да? Все, без джимс. А еще бізге заказды осындай робот әкелді. Прикольно. Но маған морепродукты ұнамайды. Мына жақта өте таза, өте әдемі, өте сүйкімді жерлер көп. Күшті магазинге келді. Тут бәрі нәрсе оптовый сатылады. Прям дәу нәрселер, и бәрі арзан. Тут корзиналары өте үлкен, Қазақстандікіне қарағанда. Вот. Тут күшті брендовыйлар сатылады, прям жақсы бағада. Adidas, неше $, білмеймін. Әйтеуір арзанырақ. Неше $? Неге көрінбейді? Вот $8 Adidas алуға болады. И не фейк. Ал бұл осы біздің штаттағы әдемі жерлердің бірі. Біздің штатта өзен, көлдер, ормандар, вообще табиғат өте керемет. Сәлем! Ал бұл күні біз Жібек, Айым, мен үшеуміз осындай ресторанчикке келдік. Пиццаларын жедік, өте дәмді және өте әдемі.
Қайталап айтамын, менің барлық әдемі суреттерім менің Инстаграмда. Маркам. Өте әдемі жер. Осы шақтан біз трейннан өткен кезінде біз о жаққа фотоға түсу керек деп айтқан едім. Өте әдемі жер. Еще мына жақта аялдамада күшті қыздар тұр, прям как будто из Pinterest шыққан. Қыздар! Осылай қайтадан тұрайын. Біз Government Plaza жақтамыз, Minneapolis. Күшті. Әдемі. Прикольно, да? Там можно нетуге. Ата, ештеңе жоқ. Зато тулар бар. We are in USA! Сонымен көрермен, менің влогым ұнады деген ойдамын. Қайталап айтамын, менің барлық қалған өмірім менің Инстаграмда, соған тіркеліп кетеміз. Осы арнамында тіркеліп кетеміз. Сізден болған мен Нара Осанхан.